Сәлем достар, қош келдіңіздер Лимон Мол инфочатына. Давайте. Енді мен ойлаймын, көбісі мені таниды шығар деп. Есімім Нәзен, Қызылорда қаласының қызымын. Жаңа Мәдина айтып өткендей, Ақтөбе қаласында тұрамын. 20 жылдан артық осы Ақтөбе қаласында тұрамын. Негізі осы жақта оқу бітіргенмін. Мамандығы медицина. Железнодорожный больницада, операционныйда жұмыс жасағанмын, хирургическое отделениеда. Бірақ енді өзімнің мамандығымды жақсы көргенмен айтады ғой, әр нәрсені өзінің бір уақыты болады деп та. Сол сияқты жаңағы бір осы сетке келуім бірінші Алла, екінші анам себепші болған. Ол кісі вообще сетевой емес, анам вообще ешқандай сетевойда жұмыс жасап көрмеген. Бірақ енді көшеде естеріңізде болса листовка таратады ғой, сол кезде менің данныйым толтырып кеткен. Айтады ғой, мына бір жапырақ қағазда, бір жапырақ жаңағы талдан бір жапырақта Алланың құзырынсыз болмайды деп. Сол сияқты сол бір кездегі менің анамның 3000 теңгеге заказ беріп порошокты тегін алам деп менің данныйым толтырып кеткеннің өзі не просто так болған екен деймін да қазір. Аллаға шүкір. Солдан кейін барып мен сетті бастадым. Почти 15 жылдан артық уақыт болды осы сетевой компанияларда жүргеніме. Сеттің арқасында Аллаға шүкір 16 мемлекет көрдім, 5 автокөлік алдым да, миллиондарды бірінші рет қолыма ұстап көрдім. Сондықтан сетевой компанияларды жаман деп тоже айта алмаймын. Кейбір адамдар айтып жатады ғой, мына сетевой жаман, мына сетевой жақсы деп. Жоқ, мен вообще олай айта алмаймын. Неге? Өйткені мен өзім бірінші компаниям ол Фаберлик компаниясы, почти 9 жыл жұмыс жасадым. Мен ол компаниядағы наставниктеріме, ол компанияның вообще бүкіл руководствосына да, президентіне мында бір алғыс айтамын. Өйткені 69-дағы да үлкен кісілер келіп жатады да, мен сетевикпін деп көкірегін ұрады. Мен сетевикпін, мен пәлен жыл 48 жыл стажым бар, мен сондай дейді да, бірақ қалталарында дым ақша жоқ та. Әлі күнге дейін адам жинап жүр, әлі күнге дейін активация жасайды, әлі күнге дейін заказ ұрады. Ойлаймын, сонда мен күйгенде 70 жасымда осындай сетевик болам ба қасысқа? Сонда мына кісілер қалай? Мен Ақтөбеде мысалы оларды екінің бірі таниды, олар атақты сетевик. Шынымен неге сонда бұлардың достижениесі жоқ десем, жоқ, мен осылай. Олардың достижениесі айтатыны шетел, основной да, шетелге шыққандары. Сол кезден бастап мен де ойлана бастадым, потому что мен өзімнің 70 жасымда өзімді ондай қылып көргім келген жоқ, сөздің шыны керек. Сол зерттей келе, осы бір сылтау Вьетнам мемлекеті болады. Вьетнам мемлекетіне барған кезде сол жақта мен сетевой компания іздеп өзімше Қазақстанға әкелетін ойым болады. Бірақ өкінішке орай ояқта сетті маған табу өте қиын болады. Бірақ соның ішінде Алла айтады ғой, әр нәрсені себеппен жібереді да. Бір жерде естиміз, бір жерде естімейміз да. Біз сосын ренжиміз, негізі өзімізден. Любой нәрсені естуге тырысатын болсақ, любой затта бізге Алла тағала просто кездеспейді. Мәдинаны менімен просто кездестірген жоқ. Сіздерді Мәдинамен просто кездескен жоқ. Әр нәрсе өзінің себебімен болады, соны түсініңіздер. Мен сол шетелге барған кезде бір офиске кіргенде бір ер азамат, былай қарасаңыздар, өте қиын, я тіл білмеймін, я сөз білмеймін, сөздің шыны керек та. Қасымда переводчик бар, ана кісіге айтамын да, я ищу сетевую компанию, но с пассивным доходом деймін жаңағы. Сонда ол кісі айтады, нет, вы скажите, вы ищете пассивный доход или сетевую компанию? Я говорю, нет, я ищу сетевую компанию с пассивным деймін. Жаңа сөздің мағынасын өзім түсінбей тұрмын ғой. Сөйтіп айтса, маған айтады, такого не бывает дейді. Поймите одно, деді, если вы ищете сетевую компанию, там нету пассива. Қалай нету дедім сосын мен. Как нету? Не может быть такого. Ой, мен 3 миллион алған, мен 4 миллион алғанмын деген әңгімемді айтып жатырмын да ол кісіге. Қазір бүкіл сетевиктердің айтып жатқан әңгімесі ғой енді. Сол айтады да, нет, Назем, поймите одно дейді. Если вы хотите пассив, но это не в сетевом. Сетевойда сіз немен аласыз? Сіз деген хоть 100 миллион адам жазыңыз, хоть 200 миллион адам жазыңыз, сізде ешқашан пассив болмайды. Сетевойда табыс көзі PV, CV, бал арқылы келді. Одан қалды бинарный компанияда малый ветка, яғни теңсіздіктен да бинардан келеді. Ол сізге басқаша келмейді деді. Сіздің астыңызда 100 миллион адам бола берсін сетевой компанияда. Егер олардың біреуі бір PV жасамай қалса, болды, сізге 1 теңге де ақша түспейді деді. Сіз бола беріңіз президент статусында, бола беріңіз жаңағы бриллиант статусында деді да. И сол кезде мен уже ойландым, дедім. Яғни бізде қазір қандай компания бар? Осы келгеннен кейін да Dandelion компаниясы өте мықты компания болды, өте күшті. Мен жамандай алмаймын. Қай компанияның да өзінің орны бар да. Мен Dandelion жұмыс жасаған жоқпын, бірақ ол компанияның шыннан да развитиясын көрдім. Сол кезде Dandelion компаниясының ең жоғарғы президент статусына 2 адам барды. Бір әйел адам, бір ер азамат. Президент деген статусқа. Енді қараңыздаршы, ол 99% адамның арманы ғой. Ана президент, не то что президент, сол ортасындағы статустың өзі арман ғой. Мықты лидер деген біздердің өзіміз қанша компанияда ортасына жете алмай қалдық та. Сол сияқты мына жерде президент деген статусқа ол 2 адам жетеді. Бірақ 2 айдан кейін екеуі басқа компанияға кетіп қалады. Біреу Эксаура, біреу Соблар ма, бір нәрсеге кетіп қалады. Мен сол кезде ойладым да, есі дұрыс па мыналардың деп. Қалай сен президент деген ел армандап жатқан статусқа жетесің да кетіп қаласың деген кезімде мен артынан түсіндім да, адам ақша тауып отқан жерден ешқашан кетпейді. Егер ол кетті ма, значит ол ақша тауып отқан жоқ.
қалтасында пассив түгіл, айына просто 500 мың теңге түсіп тұрған жоқ, сіздерге айтайын. Адамның қалтасына просто так миллион ақ теңге ай сайын PV берсін команда, бірақ сол арқылы лидердің қалтасына ақша түсіп отырса, ешқандай лидер ешқашан кетпейді, естеріңізде болсын. Мен өзімнен білемін да. Сондықтан лидер қай кезде кетеді? Қай кезде қалтасында ақша болмаған кезде кетеді. Қай кезде кетеді? Басқа компаниядан автобонус алады. Автобонусты сіздерге не үшін береді? 7 миллион теңге береді, сіз барып енді 7 миллионның кобальтін сатып алмайсыз ғой. Естественно, барасыздар да 15 миллион, 20 миллион машинасын аласыздар. Өйткені біз оны командаға көрсетеміз да, у-шу шығарып, дұрыс па? Сондықтан не істейміз? Ар жағындағысы кредит болады. Ол кредитті немен төлейміз? Біз ана жұрттың істеген заказынан төлейміз. Адамдар PV бермей қалды ма, біздің қалтамызда ақша болмай ма, біз уже кредитімізді төлей алмай бастаймыз, лидерлер. Сосын не істейміз? Басқа компания дейміз. Өйткені басқа компанияның бас жағына барып жұмыс жасасақ, ол жерде ақша бар да. Соның бәрі есептей келеді. Былай қысқасы айтқан кезде, мен сол жаңа Вьетнамдағы ер азаматтың маған сол айтқаны шынымен өтті да. Екіншіден ол кісі айтады: а что тогда искать, дедім, я хочу пассивный доход, но я в сетевой хочу, деймін, потому что маған сетевой ұнайды, мен всегда шетелге тегін барам, жалғыз өзім емес, семьямен да, и автокөлік алып жатыр, мысалы, қаншама. Сол сияқты деген кезімде ол кісі айтты: Назен, деді, почему, деді, а почему вы не занимаетесь маркетплейсом? Это же система вообще крутая там, деді, там очень хорошие деньги, там вообще привилегия высокая, там статус очень хороший, деп жаңағы түсіндірді. Мен маркетплейс деген кезде менің ойыма бірінші не келді? Тему Пиндода, яғни ойбай зат сату керек екен деп ойладым. Неге? Өйткені бізде Тему Пиндодан қаншама халық зат алады да, не істейді? Сатады. Олар оптовый бағамен алмайды, сол тұрған бағамен алады да, үстіне қосып сатады магазиндерде. Халықтың көбісі солай жұмыс жасағанға мен ойладым, ужас, маркетплейсте зат сату ма, мен сата алмаймын дедім. Жоқ, а кто вам сказал, что надо продавать? Дейді. Нет, вы объясните мне нормально деп. Содан ол кісі маған түсіндіреді, кабинет көрсетеді, кабинетте кәдімгі күніне 10 мың доллар, 20 мың доллар, 5 мың доллар күніне. Ол кісі бір статуста емес, бір керемет статуста емес, бірақ оларды инвестор деп айтады екен да. Енді ол жақта бізде мысалы акционер деп айтамыз ғой, оларда инвестор деп айтады. Бір компанияларды дольщик деп айтады екен, бір компанияларда жаңағы оларды привилегия бір бәле деген жаңағы нелер қояды екен. Маркетплейсте әр жерде әртүрлі айтылады екен, негізі мына акционер деген сөз. Сонда ана кісі маған көрсеткенде мен вообще қызығып кеттім. Күніне, мен айына деп тұрған жоқпын бұл жерде, күніне. Мынау не деген ақша, дедім. Керемет қой. Біз күніне емес, айына 5 мың доллар тапсақ мәз боламыз, дедім. Дым істемейсіз ба? Сонда сіз активация жасамаймын. PV, ой, ондай бізде жоқ. Сонда қалай мені де тіркенші, дедім. Мен енді ойладым, күніне 20 мың доллар алатын компания, значит, бұл жерге подписка да сондай шығар деп. Сразу айтып жатырмын, қанша мың доллар болады деп едім. Нет, Назем, вы до сих пор не поняли, деді. У нас нету подписки, понимаете? Она закончилась 2 года назад, деді. И осы жерде мені миыма вообще басқаша жаңағыдай дүңкет басынан ұрады ғой, адамның сондай сияқты болды да. Қалай закончилось? Она еще заканчивается, деймін. Да, у нас 2 года назад закончилось. Если даже вы захотите заплатить 100 тысяч долларов, я не могу вас подписать, деді. Системы нету, базы нету у нас, чтобы для подписки. Она закончила. У нас сейчас только работает маркетплейс, деді. И через маркетплейс мы получаем вот такие-то бонусные хэшбэкные программы, деді. Мә деп күшті, дедім. Содан енді не істеймін? Іздеймін, бірақ мен маркетплейс таба алмаймын. Өйткені біріншіден шетелде сіз маркетплейс тапсаңыз да, сізді ешкім ояққа тіркемейді, не резиденттерді СНГ мемлекетінің шетел тіркемейді екен. Америкада маркетплейстер өте көп ашылып жатқан, бірақ ешқайсында не резидент біздерді алмайды екен. Мен соны түсініп қайттым, ол да маған сабақ болып қайтты. Я не істеймін, мен келемін да, бірінші жұмыс өзіміздің Қазақстанда Темуға барам. Я хочу получать дивиденды, я хочу стать партнером, как вы, как за границей зарабатывать. Я хочу также. Сколько тысяч людей надо подписать? 10 мың ба? 10 мың мен сіздерге жазайын. Но дайте мне партнерство, деймін ғой. Ол кісілер маған қарап, нет, сіз дұрыс түсінбегенсіз, дейді. Сізге ПВЗ ашсын деген, пункт выдачи товара. Сіз қаяқтаған акционды айтты. Дұрыс, қандай, не ондай дым жоқ, деді. Жақсы, сендер дым білмейсіңдер деп оғыздарға ұрысып кеттім. Келесі өзіміз білетін Валберсқа хабарластым. Россия номерін тауып алып, ол кісілерге WhatsApp арқылы шығып жазып, и ол кісілер маған айтады: 3 миллион 700 салыңыз, магазин ашасыз, ПВЗ ашасыз, бір нәрсе процент төлейміз, договорын жіберді, жаңағы формат маркетингасын жіберді, бір нәрсесін жіберді. Мен айтамын, жоқ, бұндай маған керек емес, мен бұны емес деп отырғанмын, сіздер мені түсінбей жатсыздар деп. Сонымен сөйде түпнұсқасына келгенде мен вообще СНГ-дан ешқандай маркетплейс таппаймын, яғни дивиденд төлейтін. Сөйтіп отырғанда қаншама уақыт өтеді, мен іздеп, енді Алла айтады ғой, өзі Алла берем десе, аяқ асты бір форчкадан береді. Менің осы сабырлығым үшін берген шығар деп кейде ойлаймын. Аллаға шүкір. Артынан осыған себепші болған
себепші болған маған қазіргі таңда менің үстімде тұрған Ақмарал деген керемет наставнигім бар. Ол кісіге көп рахмет айтамын. Ол кісі бұл жерде ондай қатты жұмыс жасап жатқан жоқ, бірақ ол кісі маған осы есікті ашып беріп кетті. Осы есікті ашып беріп кетті. Нәзен, Қырғызстаннан естіп едім осы әңгімені, сен айтып отқан әңгімені, мүмкін соны тыңдап көрерсің деп еді. Жақсы дедім. Енді ол кісі келді да Қырғызстанмен мені байланыстырады. Ең бірінші дәл осылай видео ақпаратпен мен Қырғызстан мемлекетіндегі бірінші открыватель, СНГ ең алғашқы ашып жатқан Қырғызстан мемлекетін, ең алғашқы Қырғызстан мемлекетіндегі акционер Рахат Рахмановамен сол кісімен осылай телефонмен танысам. Ол кісі маған бүкіл ақпаратты береді, тура жаңағы шетелдегідей айтып береді. Мен айтамын, мен бәрін түсіндім, керемет екен, бірақ бір затты маған кабинетіңізді көрсетесіз бе деймін. Трансляция экранымен біздер сетевиктер көзбен қараймыз ғой жаңа. Сонда ол көрсеткен кезде кәдімгі числосымен көрініп тұр кабинетте, и кәдімгідей ол кісі айтады: Назим, вот я зарабатываю в день $800, $1000, $500, иногда $200, но это классно. Я ничего не делаю, я просто зарабатываю, понимаешь, деп. Я один раз сделала товарооборот акционерства, болды, маған уже ақша түсіп жатыр деп. Барлығын жаңа түсіндіреді. Маған қатты ұнайды, мен айтамын, супер, маған ұнады деймін да, шыдамаймын, ертеңнен тұрып аламын да жолдасымды алып сразу Қырғызстан мемлекетінен шығамын. Қырғызстанға барып офистерін көремін, жұмыс тәртібін көремін. Мен барған кезде 13 акционер бар екен, көбісі үлкен кісілер, пенсионер кісілер, үлкен кісілердің барлығымен танысып, ол кісілердің кабинеттерін қарап, күніне $200, $400, $300 күніне түскен ақшаларын көріп мәз болып, мынау не деген күшті, $200 күніне деген 100 мың теңге күніне кім береді? Ол біреудің бір айлығы біздің Қазақстан үшін де. Сондықтан мен соған қатты қызығам. Артынан президентпен танысам, президентпен танысқан кезде ол кісімен өзім сөйлесе келе, ол кісі бүкіл ақпаратын айтады, не үшін лимон ашып жатқанын, қалай ашқан, неге бастағанын Қырғызстаннан бәрін маған түсіндіреді. Мен бәрін түсінемін да, тек бірақ қана сұрақ қоямын: неге бізде Қазақстанда жоқ? Уже Қырғызстанда бір емес 13 акционер бар. Мүмкін емес дедім, 2-ақ сағаттық жер ғой Қазақстан деген. Ол мүмкін емес қой, неге бізге келмей жатыр? Неге жаңағыдай бұл жоқ деген сияқты әңгімелер айта бастаймын. Сол кезде қазір бір минут келді дейді. Барлығы келді. Ол кезде біз сотвый таратқанбыз үлкен конференцияда. Барлығы өзінің сотвыйын алды, бірақ білмеймін, результат жоқ Қазақстаннан дейді. Сонда мен бірден түсінемін, что біздің Қазақстанда бұл маркетплейс системаны адамдардың түсінбеген. Яғни бәрі тіркелген, вау-вауға тіркелген ғой, мотивацияға, бірақ ар жағын түсінбей қалған да. Сөйтіп как сетевой ретінде қарап кеткен. Мен айтамын, все, давайте мен бастаймын, мен қолға аламын, осыны мен көтеремін, бірақ сіз, пожалуйста, маған Алматыдан офис ашып бересіз бе деймін. Өйткені біздің Қазақстанның халқы головной офис Алматыда бар ма дейді. Мен жоқ десем, маған адамдар сенбейді дедім. Сіз сол мүмкіндікті берсеңіз деймін. Болды, жақсы, мен сізді түсіндім дейді. Сөйтеді да, ол кісі бірақ айтады: менің де условиям бар, сен 150 адам тіркеп көрсет. Маған келген адамның бәрі Қазақстаннан мен лидермін деп көкірегін ұрып келеді деді, бірақ результат жоқ деді. Сондықтан сіз результатыңызды көрсетіңіз деді. Аллаға шүкір, енді мен жаңа Алланың бергені деп айтамын әр күні. 3 күнде ол кісі маған 150 адам тіркесен ашып беремін деп еді, бірақ менің 3 күнде командама 184 адам қосылады. 184 адам қосылады. Соны мен скриншотпен президентке жіберемін. Ол өзінің несінің уәдесінде тұрып, біздің Алматы қаласымызда қазіргі таңда алматылықтар көріп жатыр, өзіміздің офисіміз бар, барлығы өз қарқынында жүріп жатыр. Маған ол офис тіпті керек емес, сөздің шыны керек, просто для галочки керек болды. Енді қазіргі таңда маған уәдесінде тұрып офис ашып бергеннен кейін мен уже 100% президентке сеніп, уже кәдімгідей ашық түрде керемет қылып айта бастаймын. Все равно сіздерге өте жеңіл, сіздерге мүмкіндік көп. Неге? Өйткені қазір Қазақстанда 10 акционер бар. Әрбіреу TikTokта, Instagramда мен сияқты зумға шығып жатқандары бар да. Барлығымыз сіздерге айтып жатырмыз, жол көрсетіп. Сіздерде, мен айтамын, у вас зеленая дорожка, зачем сидите деп жаңа кейбір қыздарға ұрсып жатамын да. Өйткені мен бастаған кезде мысалы ешкім жоқ. Менде я қолымда продукция жоқ, я кабинетімде нормально ақша жоқ. Мен әшейін ауызбен воздух саттым, қыздар. Менде даже дайын документ жоқ. Документім жоқ та, былай қараған кезде. Сол сияқты мен ауызбен тек воздух саттым ол кезде. Ол кезде де мысалы оңай болған жоқ. Бәрі адамға барамда, ана бір Қытай бар деп әңгіме айтамын, сыртынан қарасаң шынында адам сияқтысың да. Бірақ Аллаға шүкір, да нет следующий. Осы тоқтамағанның арқасында 50 күнде ең алғашқы Қазақстандағы акционер боламын. Акционер болған кезде обедте акционер боламын. Кешке дейін маған 72 мың теңге ақша түседі. Екінші күні 168 мың теңге түседі. Үшінші күні 284 мың теңге түседі. Аллаға шүкір, күн
күнде қаншама ақша түскенін көргеннен кейін сен одан сайын сене бастайсың. Енді команда мына жерде уақыт алмай қояйын, зумның уақыты өтіп кетеді. Былай қарасаңыздар, мен сіздерге бір ақ нәрсені айтамын. Бұл жерге келгенде сетевоймен салыстырмалы түрде қарайтын болсаңыздар, енді халық сетевоймен салыстырады ғой. Сетевой компанияда тіркелген адамдар 500 мыңға, 300 мыңға продукция алады, бірақ егер де бірде-бір адам шақырмаса 1 теңге ақша алмайды. Яғни просто отырады тупо да ол жақта. Дымда істемесе, адам шақырмаса, статус ашпаса, оған еш нәрсе жоқ. Мына жақта бізде әшейін орын алған партнерлар, біріншіден олар тіркелді, продукциясын алды, подаркасын алды. Яғни ешқандай минусқа кеткен жоқ. Екіншіден оларда преимущество оптовика бар. Бұл дегеніміз ол адам ертең тіркелмеген адамдардан төмен бағамен алады. Үшіншіден сізде преимущество ссылки бар. Ең керемет нәрсе, бағанағы ветамда отырған кісі, болмаса менің қазіргі таңда Қытайда көптеген азаматтар осын жаңағы біздегі Тему, Пиндода сияқты маркетплейстің кезінде ссылка қалай келгенін білесіздер ғой да. Бізге Инстаграмға, ТикТокқа, Фейсбукқа, Телеграмға келді. Біз не істедік, Инстаграмнан аштық та, мына заты күшті екен, Қытайдан прямой екен дедік та, бәріміз зат алғанымызбен қоймай, сарафанный радио бір-бірімізге тарата бастадық ссылканы. Сол ссылканың егесінен бізге 1 теңге хэшбэк түскен жоқ, бірақ біз сонда да әлі күнге дейін Тему, Пиндодан біздің 98% халық алып отыр да. Енді қарасаңыздар, сол ссылканың егесі қазір күніне $20 мың, $10 мың жаңа витаминс айтқандай ақша тауып отыр екен да. Кеше Қытайға барғанда да осы туралы тема болған бізде. Сондықтан мен айтам, біздің партнерлар, просто партнерлар, кәдімгі әшейін келген партнерлар, олар да Алла қаласа ертеңді ссылка таратып рахатын көреді. Тему, Пиндода келгенде ссылка таратып, оның партнерлар бірден ақша алған жоқ, олай ойламаңыздар. Оказывается, 1 жыл 8 ай күткен екен, кеше мен соны сұрағам Қытайда жүрген. 1 жыл 8 ай бойы олар 1 тиын алмаған, 1 тиын, бірақ күткен сабырлықпен. Қашан Тему, Пиндода запускасы күшті болып, қашан халық үйренеді деп. Сол кезде все, вы можете получать дивиденды деген кезде, қазіргі таңда күніне жоқ дегенде $5 мың, $20 мың ақша алып отыр. Представляете, күніне бұл не деген мүмкіндік. Сондықтан қазір біздің партнерларға осы мүмкіндік берілген. Мен бүгінде жаңа маған біреу айтып жатыр да, Назен ханым, солай сіз деген видеоға шығасыз ба прямойға, мен қазір сізді қосам дейді. Осы мен айтам, менде зум деймін ғой. Жайма не кетсем, ой, бір мықты лидер дейді да. Ай, мықты лидер болса, ол менің видеомды көрсе де изучать етіп алады ғой деймін да. Мысалы, маған адам керек емес, мен біреудің информациясына бармайтын адам. Мен всегда өзім изучать ететімін. Яғни десем, жоқ, ол кісі деген интернеттен қарап алған негатив көп екен, соған айтып жатыр, сенің лимоның дұрыс емес, сен бүйтіп жатыр деп та. Сосын жақсы дедім, мен голосовой жіберемін, сол голосовой жібер дедім. Голосовой жазып жібердім. Сізбенде бұл Қазақстандағы адам саны лимит болғасын, ол толады. Соны түсініңіздер. Бұл сетевой емес, өмір бақи әркімнің артынан жүріп адам жинайтын. Бұл уақытша сетевой. Осы жерге қазір келген адамдар мүмкіндікті пайдаланып партнер болдыңыздар, ол сіздердің үлкен плюстарыңыз, уже в шоколаде. Екіншіден, жоқ, мен бұл құр ссылка таратып отпаймын, менің уровенім одан жоғары дейсіз ба? Таңда өздеріңізде. Ешкімді ойбай, сен акционер бол, сен міндеттісің деп бұл жерге міндет саламайды. Егер сіз акционер болам десеңіз, бар жоғы 50 миллион. 50 миллион теңге оборот бересіз. Бұл жалғыз өзіңіз емес, командамен. Мені шақырған 11 адам. Сол 11 адамның арқасында, Аллаға шүкір, қазір 5 мың, 6 мың адам тарап жатыр да Қазақстанда. 11 адам. Бұл 11 адамның өзі сізге айтайын, 11-нің біреуі даже менеджер емес, сіздерге айтайын. Бәрінің бір аяғы кетіп қалған енді да, екінші аяқтарын енді жасап жатыр, енді түсініп жатыр. Просто мені таниды, маған сыйластықпен тіркеле салған кісілер да, қазір сол кісілердің екінші аяқтарымен жұмыс жасап жатырмын, көмектесіп. Сол сияқты, сол кісілер келді, 11 адам менің өмірімді өзгертті қазір қарасаңыздар да. Сол сияқты сіздер де білмейсіздер кім келіп, кім жұмыс жасап кетеді. 50 миллион оборот сіздер любой сетевой санаңыздар, ай сайын активация істейтін жаңағы сетевойларда, PV беретін сетевойлар санаңыздар. Сіздер мына 50 миллионның 10-ын, 20-сын беріп тастағансыздар. Просто біз оны санамаймыз. Неге? Мысалы, біздер любой сетевой компанияда нені санаймыз? Біздер келіп PV-CV-ді санаймыз. Өйткені бізге ақша неден түседі? PV-дан түседі. Мысалы да, бір компанияны айтайық, Greenleaf компаниясы дейін да. Greenleafте сіз бір порошок сатып аласыз 1800 теңгеге. Сізге 1800 теңгеге оборот санала ма? Жоқ. Сіздің команданызда миллион адам 1800-ден сатып алса, сіз ойбай, мына 18 миллионға зат бізге товар оборот жасапты. Бұл кісіге 180 мың теңге берейін дей ма? Жоқ, ондай жоқ. Неге? Өйткені ол жерде PV-дан санайды. А 1800-дің порошогы қанша PV? 0,10 PV. Яғни 0,10 PV-ді енді көбейтіңіз да, қаншама шығады? Қаншама кішкентай ғана ақша шығады.
кішкентай ғана ақша шығады. И сіздер неден ақшасын аласыздар? Сол PV-дің ақшасын аласыздар. Сондықтан команда уақыттарыңызды кетірмеңіздер. Бұл үлкен мүмкіндік. Мен всегда айтамын, бұл маркетплейсный система біздің СНГ мемлекетінде ең алғашқы, ең бірінші маркетплейс, который партнерларды жинап жатқан. Сондықтан сіздер қазір сол бірінші партнерларсыздар. Уақыттарыңызды кетірмеңіздер. Ертең акционер болғанда мен айтайын, біздің компанияның акционерлері Алла қаласа күніне жоқ дегенде $2000 алады. Күніне мен акционер бола тұра, әлі лимон маркетплейс запускация етілген жоқ. Бірақ мен просто қазір Хуагеннің товарооборотын алып отқан ақшамның өзі, Аллаға шүкір, күніне 500 мың, 700 мыңда, 1.200.000 кеше Мәдина ханым Ташкентте бірге отырғанда тоже айтып жатырмын, көрсетіп жатырмын. 1.240.000 теңге, бір күнде 1.420.000 теңге. Ол үлкен, мен активация жасап ақшамды құртып отқан жоқпын. Мен адам іздеп жүгіріп жүрген жоқпын бұяқта. Ойбай жаным, көкем қайдасың деп команданы іздеп жатқан жоқпын. Команда өзі іздеп жатыр бізді. Неге? Өйткені команда маған PV беріп жатқан жоқ. Ай сайын жаным, көкем, ботам деп отыратын. Маған ай сайын активация жасап беріп отқан жоқ. Қақа кетесің, сен де жаңа бізде привычка ғой, сетте әркім сонымен жүреміз ғой. А мына жақта олай емес, соны түсініңіздер. Сондықтан бұл жерде сіз бір-ақ рет оборот бердіңіз ба, 50 миллион, сіз акционер болдыңыз ба? Болды. Сіз уже ертең мына Хуагенді қойыңызшы. Бұл енді ладно, сетті. Менің қазір алып отқан ақшам, Аллаға шүкір, мен 15 жыл сетевой компанияларда жұмыс жасап, 15 жылда наличкаға еш нәрсе алып көрмегенмін. Қазір осы компанияда 4,5 айда мен 2 квартира Ақтөбе қаласынан, біреуі бизнес кластан сатып алып отырмын наличкаге. Бұл үлкен мүмкіндік. Мен күнде Аллаға рахмет айтамын. Мен күнде өзіме рахмет айтамын. Білесіздер ме не үшін? Таңертеңнен кешке дейін мен осы проектті бастаған кезде маған Қазақстанның небір мен деген лидерлердің бәрі айтқан: Нәзен, сен вроде умный едің ғой, ақымақ болма, қайдағы жоқ Қытайға сенбе, сен басын істемейді, қаяқтағы компанияны қайдан тауып алдың, қаяқтағы маркетплейс қуа бермеш, небір әңгіме естігем. Кейбір менің қасымда бірге жұмыс жасап жатқан лидерлерім, сол кісілердің әңгімелеріне еріп кетіп қалған лидерлерім бар басқа компания. Жаңа биотоник сол кезде гүрілдеп атты, мен осы лимонды бастаған кезде. Биотоникке кетіп қалды, біреулер үмейге кетіп жатыр да. Мен айтам, ай көкелер деймін да, мен ешқайқа бармаймын. И мен қазір күнде өзіме рахмет айтам, что мен ешқайқа бармағаныма. Олар бір компаниядан бір компанияға жүріп, әлі көрсетіп жатқан еш нәрселер жоқ, барлығын көріп отырып қой. А мен қазір шүкір айтам, что мен 4,5 айда 2 квартира наличка сатып алғаныма. Егер де мен сол кісілердің лидерлердің айтқанын тыңдап, сол адамдардың айтқанымен жүрген кезде, қазіргі таңда мен осы Қазақстандағы первооткрыватель, Қазақстандағы алғашқы акционер болып, Қазақстанда рахаттан дивиденд алатын адам болмас едім. Сондықтан барлықтарыңызға жұғысты болсын. Сіздер де солай квартира алыңыздар, бір-бірімізге ертең жарысып соны айтып отыратын күнге жеткізсін. Енді қараңыздар, бұл жерде сетпен салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, сіз өзіңізге орын ала отырып, өзіңізге үлкен магазин ашып жатсыз. Сіз магазин ашқанда әшейін ақша салып қойсыз, отырмайсыз ғой. Сіз оның ішінде әрекет жасайсыз, клиенттерді шақырасыз, реклама бересіз, таргетке жібересіз, жаңағы блогерлерді шақырасыз, ақша төлеп та оларға, чтобы магазиніңізді сізді халық естісе екен, көрсе екен. Мынау да дәл сондай сіздің магазиніңіз. Босқа отырмаңыздар, ешкімге міндетті емес. Наставник міндетті емес сендер настарына адам қоюға. Наставник міндетті емес 24/7 сіздермен жүруге. Әркім өз үшін болу керек. Мен өзім үшін болдым. Мен үстінде 500-600 қырғызстандықтар отыр. Маған біреуінен бір штук перелив түспеген адамдардан. Бір штук түспеген. Рахат ханымға мыңда бар рахмет. Маған есікті ашып көрсеткен. Осы компанияға себепші болған. Маған ең бірінші презентация өткізген. Өзінің айлығын көрсетіп, мотивациясын беріп отқан. Одан артық наставниктен сізге қажет еш нәрсе болмау керек. Сондықтан өз уақыттарыңызды өздеріңіз кетірмеңіздер. Бұл сетевой емес, сен мені бүйтпедің, сөйтпедің, маған қарамадың, анан 2 рет сүйдің, мені 1 рет сүйдің деген. Бұл жерде уақыт кетірмеңіздер. Бұл шынымен керемет мүмкіндік. Ертең уақытша қазір-ақ толады, 2027-ге дейін деп бергенмен, ол 2026-да Алла қаласа Қазақстан толамыз. Өйткені өте қарқынды жұмыс жасап жатырмыз. Қазір Қазақстанда 10 акционер болсақ, Аллаға шүкір, уже Қазақстаннан бір 30-40 акционер тағы да келе жатыр да. Мен өзім көріп отырмын барлығын. Сондықтан қалмаңыздар, қозғалыңыздар. 50 миллион оборот тым қиын емес. Сіз 1045 адам шақырудан қажет жоқ. Бар жоғы 26 адам шақырыңдаршы. Мына аяғына 13 адам, мына аяғына 13 адам. Кеше Шымкентте бір қыздармен кездесіп отырсам, адамдардың соткында неше контакты бар, ашшы десем, қарасам 1820 контакты бар екен. 1820 адам ішінде 26 адамға сөзін жүре ма? Сөзін жүре ма десем, я сөзім жүреді дейді. 100% айта аласыз ба қазір сен маған? 26 адамды мен осы жерде тіркей аламын десем, я тіркей аламын деді ана қыз. Хорошо дедім. Сол 26 адамды тірке, сол 26 адаммен просто мені кездестір, болмаса осылай зумға сал дедім. Болды. Сол 26 адам 10 адамнан тіркесіш, сен сразу не боласың дедім, акционер боласың дедім. Құдай, сол ақпа дым емес екен ғой деді. Я дым емес дедім. Сіздердің барлықтарыңыздың соткаларыңызда
2000 контакты бар. Соның бар жоғы 26 адамды шақырыңыз. Сол 26 адамға акция беріңіз, алтын беріңіз, 100 мың теңге деп ақшалай бонус беріңіз. Сіздің бизнесіңіз, сіздің магазиніңіз қалай өрлейсіз, қалай әдемілейсіз, ол сіздердің проблемаларыңыз. Яғни сол магазинге келген 26 адамның астына 10 адамнан түссе, сіз уже қайттан акционерсіз. Қайттан кіре алмаймыз, Зара, кімдер, қыздар жазып жатсыңдар, менде бұдан кейін тағы зум бар. Сондықтан жаңағыдай 10-ға дейін. Сондықтан уақыттарыңызды кетірмеңіздер. Бұл жерде сіздер бір затты ұғыныңыздар. Қазірден бастап қолға алыңыздар. Команданызда бар ма, сенікі, менікі демеңіздер. Сіздің астыңызға перелив түссін, сіздің астыңызға келген адамның өзі адам жазып жатса, оның бәрі товарооборот болып саналады. Қазіргі таңда уже біз СНГ бойынша 40 акционер болыппыз да, 40 акционер. Ертең-ақ 400 боламыз, ертең-ақ 500 боламыз. Сол кезде өз іштеріңізде өкініш қалып қоймасын. Біз неге білмедік, бізге неге дұрыстап айтпаған деген әңгіме болады сол кезде. Қаншама адам айтып жатыр, просто сіздер естімей жатсыздар қазір. Соны естіңіздер. Ана орыста әдемі сөз бар ғой, пожалуйста, услышьте меня деген сияқты. Услышьте, өздеріңізді тыңдаңыздар, изучать етіңіздер, қараңыздар, өйткені бұл мүмкіндік, шынымен мүмкіндік. Біз президент екеуміз отырып осы маркетплейстің акционерлердің ақшасын санағанбыз. Ертең 6 айдың ішінде дедік, 6 айда ол деген күшті болып, егер Тему Пендоды ұқсап шамал айналып кетсе дедік, бастапқы уақыт енді айналып кету ғой бұл жерде да. Енді айналады ғой, қаншама партнер болғасын, ол компанияны бәрі айналдырамыз. Анау айналып кетсе деді, 6 айдың ішінде осындай миллион товардан осындай деп ол кісі маған коэффициентпен есептейді екен. 1 теңгеден миллиард теңге шығаратын адамдар екен Қытай азаматтар, мен соны түсіндім. Сол кезде есептеп көрсетіп маған акционерлер минимум $2000 алатын қылып шығарып берді. Минимум $2000 күніне. Қыздар, жігіттер, айына емес, күніне. И статусқа байланысты директор 1 жұлдыз, 2 жұлдыздар, олар көптеу болады. Енді қараңыздар, кім акционер болады? Алла қаласа, Мадина, Зара, жақындап қалған қыздар, пожалуйста, тез ноябрьдің аяғына дейін қозғалыңыздар, тез акционер болыңыздар. Өйткені декабрьдің басында Қырғызстан мемлекетіне барамыз, маркетплейс открытиясын жасайды, үлкен жаңағы той сияқты тойлайды открытиясын қырғызстандықтар. Президент сол жақта бастайды, өйткені сол жақтан басталғасын. Сол кезде барлығымызды акционерлерді қонақ қылып шақырады. Біздер барам.